Бүгінгі күні біздің ұлттық құрама әлем бойынша 7-ші рейтингте тұр. Инвалидность вовсе не приговор. Қарамау, аяғы жоқ деп андай күліп кететін кездерде болады да. Үйдегілерге бәріне дайындалыңдар деді, өйткені адам тірі қалу мүмкін емес деді. Аяқ кесілетін болса, мен ары өмір сүрмеймін деген сөздер айтып. Сол шәкірттерін әлем шыңынан орын алып атса, сол арманымыз. Мен білмеймін ары қарай қалай болатын менің өмірім. Бірақ қайда мотивация алу керек екенін білемін. Давай. Ұстап отыр. 1 мен 6 ортасын ұстап отыр. Аты жөнім Тахауов Бауыржан Бақытұлы. Бүгінгі күні осы отырып ойнау волейболының Қазақстанда параволейбол соның бас жаттықтырушысы. Қазір таңда 38 жастамын. Волейбол студияның ойыншысымын. Қазақстан ұлттық құрама командасының. Осы отырып ойнау волейболмен 2011 жылдан бері шұғылданып келе жатырмын бүгінгі таңға шейін. Жасым 24-те. Пара дзюдодан әлем чемпионымын. Дзюдодан 2 дүркін Азия чемпионы және 13 дүркін Қазақстан Республикасының чемпионы. Жасым 31-де. 2013 жылы Қарағанды облысында КарГТУ университетінде IT мамандығын бітіргем. Жасым 32-де, қазір уақытта пара жүзумен айналысам, және хобби ретінде пара тэквондомен де айналысып тұрамын. жылы сабақтан кейін, ол уақытта 3-ші курстың студентім, енді ғана 3-ші курсқа көшкен уақыт, қазан айы. Мен әжеме барып келейін деп, ауылға барып келейін деп жол тарттым. Қасымда ағам болды, ағамның жолдастары болды, сіңілім болды және мен артқы сиденияда отырдым. Сонымен келе жатқанда ағам, скорее всего, не справился с управлением. И біз жолдан ұшып кетеміз да. И жолдың бойындағы электрический столбтар бар ғой. Сол электрический столбқа ұрыламыз. Ол электрический столб құлайды, жаңбыр құйып тұр. Мен машинадан шыға беріс кезінде құлаған тоқты басып кетем да. И тоқ он аяғымнан кіріп, бүкіл денемнен өтіп, сол аяғымнан шығады. Ауылдың ауруханасында ояндым. Анам өзі қолхат жазып, егер де жолда бірдеңе болып қалса, мы сами виноваты деп. Қаланың больницасына мені алып кетеді. Бізде Қарауатан деген бізде завод бар. Атырау облысында. Сонда заводта жұмыс жасап, аяғыма травма аламын. Аяғымнан травма алып, Алматы қаласына операция кетем. Сол аяқта операция жасап, бір рет жасайды операцияны. Жасаған кезде удачный шығады дейді ғой. Как раз жұма күні жұмыс жасалады, операция жасалады. Суббота, воскресенье, бағанағыдай медсестралардың қарауында боламын да, понедельник күні врач келіп аяғымды қарайды. Қарағанда аяғым қарайып кеткен. Ал өзіме білінбейді. Ол тіккен кезде бір тамырда тік жіберген ғой. Гангрена жасап жіберген айтқанда, орысша айтқанда. Сол понедельник күні қайттан повторно операция жасалады. Сол операционда столдың үстінде маған аяқ кесіледі деп айтылады. Сол кезде аяқтан кеткенмін.
мен 11 жасымнан дзюдо үйірмесіне келдім 2021 жылы. Көзімдегі проблемалар басталғандықтан тексерістерден кейін өтіп, көзіме ота жасалды. Одан соң дәрігерлер дзюдомен айналысуға рұқсат берген жоқ. Сондықтан бастапқысында мен әрине ота жасалғаннан кейін қайта спортқа келем деп ойладым, қайтып дзюдомен айналысам деп. Біраз уақыт реабилитациядан өттім, бірақ ол ешіне көмектескен жоқ. Және де көзімнің көруі де нашарлады. Жаңа мектеп ашылған, осы Астана қаласында лесозавод деген район бар бізде. Соның 34-ші мектепке баруымыз керек болды келесі жылы. Біз ол мектепте оқымаған едік, бірақ бізді сол мектепті өзімізге дайындау керек болды, қажет болды. Сол мектептің басшыларының шешімімен біз енді соған субботникке барып, сенбілікке сол маңайын тазаладық. Бірақ ол құрылыстары толық аяқталмағандықтан сол жердегі коммуникациялар енді ашық-шашық жатты. 10.000 вольт ұрып жүрді сол кезде. Сол ұрған кезде енді есімнен танып, скорыйдың машинасында бірақ ес жинадым, иә. Күйдір жүрген, екі қолды күл қылды жүрген. Ішке кіріп, жүрек, өкпе, бауыр, бүйрек бәрін айналып, оң жақ қабырғаларымнан шықты ғой, сол тоқ. 2007-2008 жылдары әскер қатарында болдым. Қазіргі республика алаңы. Сол Алматы қаласында 01-11 әскери бөлімінде азаматтық борышымды өтедім. Одан кейін Атырау облысында ішкі істер саласында қызмет жасадым. Сол кезде жүріп аяғыма ауыра бастады. Арнайы диагноз қойылды, сарком деген енді қатерлесік қой енді. Соған енді басында енді бей-жай қарап кішкене асқындырып алдық. Енді 90 жылы өзіміз 22 жасымызда жұмыста жүргенде өндірістік зақым алдық. Жұмыста жүріп, ол кезде жаңа темір жолда электрмеханик болып жұмыс жасаймын. Темір жолда жаңа тексеруге шығасыз, 2 аптада бір рет встречный перевод дейді. Сосын жаңағы маневровый светофорлар болады, солардың видимостьсын қарайсың, шуп қойып астракторға жаңа әжемін тексересің. Сол кезде мен отырған тексеріп отқан сіздер арқылы вагон өтіп кеткенде, сол жағдайда жаңағыдай өндірістен зақым алып қалдым. Барынша тырысты мен аяғымды құтқарып қалуға, сондықтан да басында бармақтарды ғана ала бастады. Басында екі бармағымды мынау аяғымнан ол бірақ көмектескен жоқ, өйткені гангрена үстіне қарай аяқтың көтеріле бастады. Сосын мен лечащий врач келіп анама айтты, либо уже алу керек, аяқты кесу керек, либо бір аптадан кейін ол жүрекке келеді да гангрена и қайтыс болуы мүмкін. Выбирайте деп. Сол уақытта анамның өзі решениесі, әрине де өмір, мені қалды. Не болса да алып қалу. Айтқан уақытқа дейін мен ояу болдым, аяқ кесілеттен кейін уже маған наркоз береді, ұйықтап тастайды. Жоқ деп айтып үлгерген жоқ, мен наркозбен ұйықтап тастады. Мен уже мына сана сезімде қалып қойған, реанимациядан тұрғанда мен аяғыма қарадым. Бір аяғымның жоқтығын сонда білдім. Бірақ дәрігерлер маған шанс берген жоқ сол кезде. Қайтыс болады деді.
үйдегілерге бәріне дайындалыңдар деді, өйткені енді ондайдан кейін адам тірі қалу мүмкін емес деді. Специалисттер айтады да, саған еще повезло дейді, өйткені 5 мың болса ол тартып алады дейді өзіне қарай и жібермей қояды екен тоқ. Ал 20 мың болса ол күйдіріп жүреді мгновенно дейді ғой. Ал 10 000 вольт ол мені шарахнуло и отлетел на 10 метров. Содан кейін енді мен аман қалдым да, тірі қалдым. Сол кезде операция салдық. Операцияда енді сәтті өтті, бірақ дей тұрғанмен де толық аурудың көзі жойылмағаннан кейін уақыт өте келе ол шыға бастады. Өз еркімменен осындай қағаз жазып бердім. Сол жылы 2011 жылы 7 сәуір күні аяғыма операция салды. Оң аяғым тіземнің астына алып кетті. Сосын енді өмірдің бәрі өзгерді, былай айтқанда 22 жас. Содан Алланың басымызға салған тағдыры ғой, енді оған көнеміз. Мен айттым сол уақытта, неге олай деп. Ол уақытта енді эмоции, ол уақытта түсінбейсің, жассың, жыладым, қатты жыладым. Қазір де жалын келіп тұр. Ашулы болдым, әрине ашулы болдым. Мен екі аяқпен барып, бір аяқпен қайту ауылға деген мен үшін ол кезде мен жаңадан үйленген кезім, бір балам болды. Енді отбасым бар. Мен екі аяқпен жүрген бала, бір аяқпен қалу маған ауыр болды. Алға қарай не болады? Отбасым қалай болады деп. Достарым қалай қабылдайды, орта қалай қабылдайды деген менде сана сезім болды. Ой түйсік болды да, түйсік солай қабылданды. 2-3 күнде менде врачтар маған кіре алмады. Себебі мен жындандым оларға. Мен укол да салғызған жоқпын. Содан кейін 2-3 күннен кейін мен палатаға аудардым. Палатаға аударғаннан кейін мен бір есім жиғанымда маған балтаға келіп қойған да. Сүйеніп жүру үшін балтаға келіп қойған врачтар. Бірақ сол сәтте бұл маған қиындық болды, дәрігерлердің айтуы. Сен дзюдомен ары қарай айналыса алмайсың деп. Қиынға соқты, мен не істерімді білмедім. Қалай ары қарай өмір сүрем? Егер менің сондай осы жерде мен арманымды тастап кетем бе деп. Арманымнан айырылдым. Алдыға қойған мақсатым жоқ. Алғашында осы аяғыңызды кесеміз деп Аққалат Абзал жандар айтқанда мен толыққанды қарсы болдым. Егер осындай аяқ кесілетін болса, мен ары қарай өмір сүрмеймін деген сондай бір сөздер айтып, ол кезде жаспыз, өзің қатарлы жастар көшеде қыдырып жүргенде сен әрине 4 қабырғаға қамалып төсекте жатқан әрине өте ауыр кездер болды. Ең бірінші енді шок өз-өзімді түсінбей қалдым енді. Бірінші бір сағаттың ішінде оянған кезде ек қолсыз мен енді тірімін, сезіп тұрмын өзімді тұрып, бірақ бір түс сияқты болды да маған. Баламын ғой енді 12 жасар, сен қалай өмір сүремін деп, соның басында қиналып қалдым, өмір сүргім келмей қалды.
көбісі маған қазір еще комментарийлер жазады, анау аяғыңды жаппайсың ба, ұзын шалбар кимейсің ба? Мен, пожалуйста, я и ұзын шалбар киемін, ұзын көйлек, это өзімнің решением емес па? Біреу маған бүйтіп комментарий жазып жіберіпті, аяғыңды не бойыңды өсіру үшін алып тастағансың ба деп. Біздер бір жарысқа кетіп бара жаттық. Пойыздамыз, енді пойызда болғасын протезім шешеміз. Демалады аяғымыз деген сияқты, протезбен жүрмейміз ғой, демалған уақытта. Сосын бізде жігіттер бар, анада туалетке барғанда секіп барамыз да бір аяқпен. Сонда бір случай үлкен кісі тұрып бізге жүрістерін қарашы, аяқтарын кесіп бейді. Енді ол кісіге не дейміз, үлкен кісі? Ол кісіге ештеңе демейміз. Енді отыр едім автобуста, бір жастау кісі кішкене қатты үлкен де емес, ұрысты да, мана нағып отырсың, аяқ қолын балғадай болып, неге орын бермейсің, қазіргі жастарда вообще ешқандай сана жоқ, ешқандай тәрбие жоқ деп кәдімгі сөгіп тастады. Сол кезде ештеңе деген жоқпын, орнынан тұрдым да, орын бердім. Бұрын сау кезімізде біз инвалид көргенде қолымызды шошайтатын едік. Инвалид кетіп жатыр, мүгедек адам кетіп жатыр деп күлетін едік те. Жалпы ол ортаға келмей, біздер түсінбейміз екен. Мен келдім, түсіндім. Аллаға шүкір деймін да, ол инвалидті адамды, оның да өмірі бар екенін, оның да алға қойған мақсаты бар екенін, қандай да бір дәрежеге жеткісі келетінін бана да айтып отқан. Оның қасында мынау 12 мүше сау адамдар үйлерінде жатады да. Жұмыс жоқ дейді. Я тағы бірдеңе жоқ дейді. Мен айтамын да, шықшеш, мүмкіндік бар ғой қазір. Барлық мүмкіндік бар жасауға. Жасаймын деген адамға. Протез аяқ көрініп тұрады енді. Біз соның өзінде протездің сыртын мана поролонды сонымен қаптатып, шын аяққа ұқсатып шығарады да қазірде. Ал шетелде тек қана аяқ тек қана темірмен тұрады. Олар солға жүреді. Біз соның өзінде де көп жерде көрсетпеуге тырысамыз. Потому что сырт көз басқаша көзқараспен қарайды. Өзін байқап кетесің, жүріп кет, ол сенің көзіне әлі алмай қарап тұрады да, сен ұзап кеткенше бүйтіп. Қазір де мен осылай жүремін ғой, қазір қанша бала қарайды, қанша үлкен кісілер қарайды. Мен өтіп кетсем да, резко қарап қалсам шамалы, айналып тұрып қарап атады ғой. Бірақ енді қарай берсін, өздері ғой, енді өздерінің мышлениялары сондай. Бірақ мен хочу поменять сол мышленияны, что мы тоже нормальные, и нам можно так ходить, почему бы и нет? Почему мы должны стесняться? Мен просто бұл ситуацияны, бұл жағдайды қабылдай алдым деп ойлаймын. Қабылдадым, мен айттым, ол болу керек, ол Алланың маған беріп тұрған сынағы, ол моя судьба. Это моя судьба. Ол маған жазылып тұр. Қазір болмаса да, ертең болып қалуы мүмкін деп өз-өзімді сөйтіп, өз-өзіме айттым, барлықтарына айттым, жыламаңдар. Мен, главное, тірі қалдым ғой. Айтады ғой, мүмкіндігіміз шектеулі деп біздердің мүгедекті адамдардың. Наоборот, керісінше мен ойлаймын да, біздің мүмкіндігіміз шектеусіз. Әрине, мен үшін мотивация отбасым болды. Мені қолдады да, қолдаған әке-шешем болды, бауырларым болды, әйелім бар, балам болды. Ол кезде мен мотивация осы баланы, ол кезде енді бір бала болды ғой, сол баланы қалай азамат қылам, қалай жеткізем. Конечно, әрине жата берсем, мен ертең ішіп кетсем, тағы басқа жолға салынып кетсем, ол бала не болады деген менде ой болды да. Сондай бір не істерін білмей жүрген сезімде болдым. Бірақ
парадзюдоға келіп, мен түсіндім, бұл менің үлкен мүмкіндігім екеніне. Мен енді әке-шешем көмектесті, олар да мені мүгедек деп көрмеді. Сен өмірің жалғасып жатыр, сен осы жай қалған жоқсың осы өмірде. Мүмкін сен басқа адамдарға да үлгі болып, оларға да бір мотивация беретіндей адам шығарсың деп сендірді мені. Осы еңбекпен, осы жаттығулармен сол қиындықты жеңдім деп айта аламын. Мен енді орта деп ойлаймын, көбінесе көмектеседі адамдарға, соны өз-өзін солай ойламауға мүгедекпін деп. Өйткені орта ойлап тұрса, олны мүгедек деп, ол да өз-өзін мүгедекпін деп санайды. Сол сияқты мысалдар көп, әрбір баланың өзінің жаңағыдай біреуі мотоциклден, біреуі пойыздан, біреуі жаңағыдай автомобильный жолдан, әртүрлі жағдайдан, жаңағыдай авариядан деген сияқты сол андай аяқтан ампутация жасалған жігіттер. Енді сол балдарға бәріне жинап алып айтамын, сендер жаңағыдай өздеріңді түсірмеңдер. Сендер аналардың барлығынан артық боласыңдар. Ешқандай бір жерде жаңағыдай өзіңді өзің кемсітпейтін жоқ. Осы спорт арқылы көп жетістікке жетесің. Өзіңнің денсаулығыңды нығайтасың. Сен жаңа денің сау кезінде жаңа баспаған жеріңді сен осы спорт арқылы жеңіп бүткіл әлемді шарлайсың. Әлемнің алдында жетесің. Соған мен Аллаға шүкір жаңа шәкірттерім жетті. Біздер сол облыстық ауруханалармен де байланыстамыз. Сол егер больницадан жаңағыдай сондай бір бала түсті десек, шәкірттерім жинап аламын да бар деймін. Барыңдар, ана баланың көңілін көтеріңдер, түсіндіріңдер. Больницадан шыққаннан кейін аяғынан айырып қалды деп жатыр ғой, например. Сол баланы алып келіңдер ішке. Барамыз, себебі оған адам бармаса, мысалы сіз сау адам барса, ол адам жағдайын түсінбейді. Ол біздің басымыздан өтеді. Біздер түсінеміз оның жағдайын. Оны сабырға шақырамыз. Өмірдің соңы емес екенін дәлел көрсетеміз. Әлде талай жеңіске жетуге болатынын дәлелдейміз. Бізде онда көптеген болды. Келді, ондай спортшылар да болды қасымызда келіп, спортпен айналысып. Ондай спортшылар да әлі де жүр. Мысалы, волейболмен өзі келіспеді, волейболмен. Ол үстел теннисіне кетіп қалады, я пауэрлифтингке кетіп қалады. Өзінің спортын табады. ...2019-да әлем чемпионаты болды Иранда, жастар арасында, осы ватерпolo волейболдан. Сонда осы барған спортшылардың жартысынан көп Атыраудың спортшылары болды. Сонда әлем чемпионатында жастар арасында сол шәкірттерім қола жүлдегер атанды, әлем чемпионаты. Сосын 2013 жылы сол Атырау командасын алып Америкада әлем чемпионатына шығып кеттік, Атыраудан тікелей. Сол кезде Б дивизионда әлем чемпионатының жігіттер. Содан А дивизионына өтті, А дивизионда 16 күнде. Бүгінгі күні әлем бойынша 70-ге жуық команда бар. Сол бүгінгі күні біздің ұлттық құрама 7-ші по рейтингу, сол әлем бойынша 7-ші рейтингте тұр. Еліміздің тарихында алғаш жүгіруден мен ғана. Оған дейін мен ұлттық отырып ойнау волейбол құрамасында болдым. Осы жақын арада Азия чемпионаты болды. Сол жақта мен қатыстым. Барлығын көздерін жанып тұр. Ойнаймыз, жеңеміз, барлығында сондай бар. 2008-де жүзіп бастадым. Енді Алланың салған сәттілігі сәті шығар. 2001 жылдан кейін 2009-да ұлттық құрамаға мені қабылдады. Ең бірінші жеңісім халықаралық жарыс, сол Азия ойындары жасөспірімдер арасында Токио қаласында өтті. 2009 жылы сол кезде 2 күміс, 2 қола медаль алдым. Және де ол 2018 жылы Индонезияда, Джакарта қаласында болған жарыс, Азия ойындары. Оған енді 3-4 мыңдай спортшы қатысты. Барлық спорт түрлерінен ғой. Енді бір қола бірінші күні жеңіп алдым. Шалқалап жүзумен және баттерфляй әдісімен алтын медаль жеңіп алдым. Қазақстан құрамасынан бірінші болып жеңдім сол медальді. Басқа спортшыларға жол ашып бердім деп айта аламын.
сенбедім басында мен олимпиадаға барады деп, бірақ енді мен континенттің жарысын ұтып алғаннан кейін, чемпион болғаннан кейін, ол автоматтық түрде мені олимпиада қатысушысы болып тапты. Парадидодан алғаш рет Қазақстанда бұрын соңды болмаған әлем чемпионы әйелдер арасында мен алғаш рет алтын медальді алып келдім. Психологиялық тұрғыда толықтай дайын болдым да бұл жарысқа. Қарсыластарым қиын болды, өте тәжірибелі. Мысалы, финалдық кездесуімде ол француз балуаны, ол қыз Рио олимпиадасында алтын жеңген, Токио олимпиадасында күміс жеңген болатын. Сондықтан тәжірибелі екенін білдім, дайындалдым, бірақ жеңіп шықтым, қуаныштым. әдісіменен көзге түсіп, таза жеңіске ие бола білді. Парадидодан әлем чемпионатының жеңімпазы Ақмарал Науатбек. Қазақстан жеңді. Қазақстан жеңді. Қадірменді жанкүйер. Біздің де уже биік шыңға шығатын уақыт келді. Сол биікте тұрмыз да біздер. И сол шыңға жеткім келеді мен. Көргім келеді ол шыңның қандай екенін. Менің арманым спорттағы ол үлкен бәсекелестік бере алатын үлкен бір құрама болу. Мысалы, Қазақстан құрамасынан барлық шет елдер қорқысын деген сияқты. Мен әлем чемпионы болғым келеді деп. И барлығы менің парақшамда жазады: сен уже для нас чемпионка. Конечно, ол үлкен сөздер, маған дем береді, мотивация, бір вот дальше мен, значит, дұрыс бағыттамын деп ойлаймын. Бірақ мен сонда да өзім үшін, өзім халқым үшін әлем чемпионы болғым келеді. Балаларым аман болсын, немерелерім иманды, салиқалы азаматтар болып өссін. Алладан бірінші соны сұраймын. Екіншіден, өзім осы еңбек, спорт саласында еңбегімде осы шәкірттерім биік деңгейден орын алса, соларға сондай барлығымызша берген осы бүгінгі күнге жинаған тәжірибемізді берсек, сол шәкірттерім әлем шыңынан орын алып жатса, сол арманымыз сол. Бірінші орында келген әлемдік рейтингте Иран мемлекетінде жеңу болады, Иран құрамасында, Ресей құрамасында жеңу болады. Біздің алдымызда кімдер бар? Біздер жеңіліп жүрген. Солардың бәрінде жеңу болады. Оның бәріне дайындық керек, шыдам керек, төзім керек та. Болады, ол сенсацияда болады. Қазақтың да әлі туы көтерілетін күндер әлі алда. Оны да әлі дәлелдейміз.